Ассалаумағалейкум. Так, қалайсың? Жақсы, келіңіз. Етіміз майлы, асқазанға жайлы. Неден берейін? Жамбас, құйрық, төс, қабырға. Ненің еті? Қойдың еті? Өзің қойың ба? Ойбай, өзімнің қойым. Не жеген? Ойбай, братан, не жемеген деп сұрасаңызшы. Азанда қараданға сары май жағып, үстіне черный икра қосқан. Әне, көрдіңіз бе? Әбетте өзіме қосылып бешбармақ жеген. Сағат 5 шайда буфет-паймен шай ішкен. Кешке первый, второй. Әне, сосын сағат 10-дарға таман пістесін шап ұқтайды. Міне. Тоқта. Жаңа не дедің? Черный икра дедің ба? Адам черный икраны жеуге таппай жүрген кезде сендеріне қойларыңа беріп, контрабандамен айналысасың ба немене? Жоқ ғой, аға. Қойыңды алып жүр участокке. Жүр. Не үшін? Кеше 15 қой ұрланды деген мұны, соның біреуі деймін. Жүр, алып жүр. Ойбай, аға. Бүгін бірінші рет саудаға шығып тұрмын аға. Bir сан етін берейін, маған тиіспей қойыңызшы аға. Bir сан дейсің ба? Иә. Давай сал. Болды аға. Ақылдасып, шақырып, ойланып жүріңдер. Ас болсын. Ішіңе бар, тас болсын. Алғаның ас болмақ. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз әпке? Ненің еті? Қойдың еті? Не жеген? Ойбай әпке, не жегенде енді бағана көшенің жағасындағы мусыры бар, картоны бар, қағазы бар, тәпішкесі бар. Әйтеуір сондай жейді ғой. Кеше мына қойды сойып алсақ, ішіне памперс шықты. Ужас! Сонда сендер не? Уланған ет сатып жатсыңдар ма халыққа? Ойбай, жоқ. Таза ғой, таза. Адал ғой, адал. Сестен келдім. Лабораториядан өткізу керек, мына етті алып жүр. Ойбай, әпке, бүгін бірінші рет саудаға шығып тұрмын да. Bir сан етін берейін, тиіспей қойыңызшы әпке. Өтініш. Давай, сал. Болды. Міне, әпке. Ас болсын. Айтпақшы, күнде осы уақытта бір сан ет дайын тұрсын. Болды. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ет жақсы екен, ненің еті? Қойдың еті. Қойдың еті ма? Өзіңдікі ма? Иә, өзімдікі. Не жеген? Не жеген? Білмеймін, братан. Қалай білмейсің? Қой сенікі ма? Менікі ғой. Енді не жеген білмейсің ба не? Білмеймін, братан. Таңертең ерте тұяғын арасына 5 теңге қысыр жіберем, қорада шығарып жіберем. Сол жақтан әйтеуір бір нәрсе жеп келеді. Жатар орынға келеді да. Не жеген білмеймін, братан. Шынымды айтайыншы. Бүгін жеп қойдыңдар ғой, братан. Жеп қойған емен, бір мен сен ақың жеп қойдың ба не? Етім сат деп атым болды, не деп атым мен саған? Сатпайым. Жабық магазин. Сатпай қой. Келіп етсең ет көп па сатып алған болсам? Адамды шерде қылдыңдар ғой. Millions of dollars or seed to flower from stick to dollars. Around just by my home. Сабақтан келдің ба? Иә, не оқыдыңыз? Мынау жаңалықты оқып отырмын, әлем жаңалықтарын. Қалай? Сабақ қалай өтті? Жақсы. Жақсы ма? Иә. Айналды. Бірақ ше, папа, бүгін қырғын болды ғой. Қой. Иә. Класстағы балдар ше, тақтаға жаман сөз жазды ғой. Сөйтіп жазып отыр еді. Класс жетекші апайымыз кеп қалды ғой. Айнұр апай кеп қалды. Сөйтіп көріп қалды тағына апайымыз, директор, тәрбие завушын бәрін шақырды. Bir кезде bana жаман сөз жазған балдар ше тақтаға шығарып ше, директорлер, класс жетекшілер намен ше ұрды ғой. Тоқ ұрды ғой. Bir кезде класс жетекшілер ше бана жаман сөз жазған балдарын ше ата-аналарын шақыртты ғой. Сауап қылған екен, дұрыс қылған. Bir кезде бар ғой, ата-аналар келді ғой.
ата-аналары балдарына болысқанда, менің балам ондай емес деп. Ой, жоқ ай. Бір кезде ата-аналар директор қосылып ұрды ғой балдарын. Ай, айналайын. Қан жоса болды. Ай, айналайын. Жаман таяқ. Ұрмау керек еді. Өлім шығып сабап тастау керек еді. Оңбаған әдепсіздерің үшін. Не деген масқара? Мектеп қабырғасында жүріп, боғауыз сөз, жаман сөз жазу деген. Ой, айналайын. Сен жазған жоқсың ба? Жоқ ой, мен жазбаймын ғой. Айналайын, мен баламсың ғой екен сен. Иә. Мен баламсың ғой. Ай, мамасы! Ай, берге сейші. Ой, берге таста тірлікті. Балаңның ерлігін қара мектепте істеген. Не болды? Мына бүгін мектепте, мына бүкіл мектептің балдарына сабақта оқиды. Тақтаға жаман сөздер, бір былапыт сөздер, боғауыз сөздер жазыпты. Міне, сөйтіп ұсталып қалып, анау директоры, мұғалімдері, бүкіл завуштері жиналып, ана балдардың ата-аналарын шақыртып, сөйтіп ата-аналарымен қоса ұрыпты балдарды. Міне, сенің балаң қатыспапты. Ана, айналайын. Жаным, менің балам ғой, менің балам. Ақылы көп қой. Ей, менің балам бұл. Менің балам. Менің балам бұғасы қатыспаған. Менің балам. Ой, сен балаң емес. Екеуің де балағың ғой. Мен. Әй, Асылжан? Иә. Оқушылар жаман сөз жазып жатқанда, сен не істедің? Қайда болдың сен? Ой, менше партада бетіп отырдым ғой. Бетіп отырдым дағына, бағанағы жаман сөздерді дәл айтып отырдым. Аналар жазып отырып, бір кезде апайға салып қалды. Не дейді? Папа, сіздің мамаға айтқан жаман сөздеріңіз бар ғой, соны дәл айтып тұрдым, олар жазып тұрды ғой. Сіз екеуіңіз де директор шақырып отқан. Ой, есалам. Есалам. Мәсіған. Оңбаған десе. Бергел бәрі. Міне, сенің балаң. Міне, ауызға дейін оқытайтын сенің балаң. Міне. Ұрмасай балан. Асылжан, Ана, ес жабыдан мал кіріп кетпесін. Жабы есті. Ей, түгір. Ей, мұнау келесің ғой. Ассаламалейкум. Ей, не болды? Көңір күйің жоқ қой. Қашық па? Балаңды өскенше бағасын, немереңді өлгенше бағасын деген рас екен ғой. Рас қой. Рас қой. Сөйт жүрміз ғой бәрімізді. Күйдіріп атыр ма бала-шаға? Күйдіргенде пенсиямды алам. Келген кезде жарты сағаттың ішінде жоқ болып кетеді ғой. Ай, жасың келгеннен кейін. Ай, баратын жерің бар, тұратын жерің бар, той-томалағың бар, өлім жетімің бар. Ақша керек қой бізге де. Балалардан сұрап тұрасың ба? Бұлар жоқ қылып жібереді. Құртып жібереді ақшаны. Тығып қоятын бол. Тығып қойсам да тау болады. Дұрыстап тықпағансың да өзің. Далаға тықтым, үйге тықтым, көрпенің астына тықтым, сандыққа тықтым, шөптің арасына тықтым, әжетхананың айналасына тықтым, әйтеуір көмірханаға тықтым. Артымнан аңдып жүре ме, бәрі тау болады. Бұл адамнан қолы артылған ба? Бұлар барады, иісіне сезе ме бірдеңе бұл? Мен де тығып шаршадым да қоя салып бере салам қазір пенсияны. Ай, содан кейін ойладым. Банкке барып, саптасысам ба дегенде. Банкке ма? Ол да болмайды-ау. Қазір банктердің бәрі банкрот болып отыр ғой. Ертең ақшаң күйіп кетіп масқара болып, оны да аламай қалып жүрме? Қызғанғанын қызыл итке жем болып жүрмесін? Ай, Құран кітап бар ма үйіңде? Ой, бар ғой, Құран кітап. Ілулі тұр ғой, төрде. Сол Құран кітаптың арасына тық. Арасына. Ой, жалғыз тұр ғой, оны бірінші көріп қояды оны. Осы күнге дейін бала-шағаң бір ашқанын көрді ме соның кітапты? Жоқ. Көрмедің, қазір жастар Құран кітапты ашпайды. Жоламайды Құранға. Құдайдан безген заман ғой. Сен Құран кітаптың арасына тық. Таппайды. Өлілгенше таппайды. Сосын арасында өтіріктен, ай бе Құранды оқып алайын дейсің да, кітапты алып, шеттен жарата бересің. Жақсы әтсі кеді. Сұрай берсең кеден. Құдай қорғап тұрасың да. Құдай қорғап тұрасың. Болды. Жақсы. Сорлы байым. Өзінің пенсиясы өз рақат көремаса да қиын қалған. Қараны ше, бүйтіп алған кезде ше, елдіртпей бетім бетсіз жіберіп қой. Мә, жеңеше, ораза қашан бітеді екен, а? Не болып қалды? Қосымша табыс көзімізден айырылып қалдық қой? Сен жұмыс істемейсің ғой, үйде отырған әйелсің ғой. Қайдағы табыс көзі қосымша? Ой, жеңеше, ана 10 мың теңгеге сумочка аламын да өзіме. Қайныңызға 20 мың деп айтам. Сен үстіндегісі өзіме. Сосын цепочкаң бар ғой. Мысалы 70 мың алдым да, оны 140 мың деп айттым.
Үстіне 70 мың өзімдікі ғой. Туй, соның бәрінен қазір айырылып отырмын ғой. Әй, жалғыз сен ғана емес, бүкіл әйелдердің бәрі сондай. Мен де сондаймыз. Бірақ ораза келді екен деп қосымша табысымыз тоқтаған жоқ, Құдайға шүкір. Оған оразаның не қатысы бар? Туй, жеңеше. Оразада өтірік айтуға болмайды ғой. Ойбай, жыл 12 ай өтірікті айтып келіп, енді оразада тақуа болып қапсың да? Оля, енді жалғастыра берейін ба? Әрине, пожалуйста. Жоқ, жеңеше. Все-таки 10 күн шыдай тұрайын. Оразаның соңғы 10 күні қалды ғой. Оразаға деген уважение болу керек қой. Или жалғастыра берейін ба? Өзің біл. Жағдай жақсы ма? Жақсы. Көңілің жақсы ма? Жақсы, шүкір. Мына негіз айтады. Негіз айтады да. Әйелі жақсы жігіттің дауысы аузынан шығады дейді. Әйелі нашар жігіттің дауысы артынан шығады дейді. Қалай өзі, дауысың нормальный ма? Нормально. Чөр, дауысың ұнамай жүр ма? Жоқ. Не көрдік дейміз? Бер қараса, немене жүзің жасыра бересің? Нормально. Что-то не тосың сен? Жоқ, нормально. Қалеке деймін да? Осы сіз бұны көпті көргенсіз ғой? Бұл әйелдердің неше түрі болады өзі? Әйелдің ба? Жалпы әйелдер екіге бөлінеді. Екі-ақ түрі болады. Біреулер айтады ғой, сан алуан, мың түрлі, миллион түрлі, әйелді түсіну қиын. Түсіну оп-оңай, екі-ақ түрі болады, болды. Мысалы, біріншісі өте иманды, инабатты, ибалы болады. Сондай ер азаматына берілген, ер азаматының алдында сөйлемейтін, ер азаматынан дауысын қатты шығармайтын, дауысын көтеріп сөйлемейтін, ер азаматының рұқсатымен үйінен шығып, үйіне уақытылы келетін. Мысалы, ер азаматы жұмысқа кетсе, күліп шығарып салып, үйіне келсе, күліп қарсы алатын. Ер азаматы үйде жоқта, оның әке-шешесіне, ата-анасына құрметпен қарап, жағдайын жасайтын, оның бала-шағасын, тазалығын, тәрбиесін, жалпы мынау барлық шаруасын мойнына алып, сол ер азаматтың абыройы үшін жұмыс істейтін, сондай жабық киінген, ашық-шашық емес, сондай әйелдер болады. Міне, біріншісі сондай. Мынандай әйел әлемде бар ма? Ой, көп қазір. Ой, қазір көп. Көп. Екінші әйелше? Екіншісі ма? Иә. Екіншісі сол уже біздің қатындар ғой. Сенің, менің қатындарым. Олар одан да көп та. Так что жесіп жүрген ешкім жоқ бауырым. Ассалаумағалейкум. Ой! Уалейкум ассалам. Қалеке? Сіз ба? Иә, мен. Ой! Қалеке сіз? Йой! Мә саған өмірде көрем деп ойламаппын сізді, Қалеке. Мә саған. Йой! Жайша тоқтатты ма? Жайша тоқтатқанды. Мә Қалеке, қатты келдіңіз ғой мына жақтан. Қатты келдің ба? Иә, анау. Қалай келдің сонда? Ана пешеходтағы әйел соғып кетілдадыңыз ғой, Қалеке. Қойшы. Иә. Мә абайлап жетсеңізші, бірақ сіз енді елдің адамсыз ғой, Қалеке, сізге ешнәрсе дей алмаймыз ғой. Түсіне қойсын. Асығып кетіп бара жатыр. Сол түсіп тұрмын мен де. Концерт, той, білесің ғой сен. Қалеке қазір. Өмірде де осындай екенсіздер ғой кәдімгі енді. Иә, қарапайым екенсіз ғой. Суретке түсіп алайықшы. Иә. Сол үшін келдім ғой. Суретке түсіп қаламын ма? Қалеке, осы бір нәрсе сұрайыншы. Сұра. Осыны түсіретіндеріңіз бар ғой. Біреулер жібере ма или өздеріңіз жазасыздар ма? Қай жақтан келе береді ол? Ай, енді ол секрет енді. Секрет бизнеса дейді. Иә, Қалеке, анау бар ғой, үйдегі папашкім бар, мамашкім бар. Барлығы көреді да. Бала-шағамызбен отырып көреміз ғой, сіздерді бар ғой. Қызық та. Даже бала-шаға түсіне ма бізді? Бала-шаға түсінеді ғой. Әзілдеріңізге рахмет. Қазақи ғой әзілдеріңіз. Біреулердікін көріп, қарның ашады ғой. Мен ырзамын сіздерге бар ғой. Өмірде де сондай екенсіз ғой. Рахмет, Қалеке. Қызмет қала беріңдер. Иә. Қарапайым екенсіз, Қалеке. Ырза болдым. Негіз әртіс болатын адаммын ғой, мен де ше, просто папашық мамашкілер жібермей қойды да ше. Айтпесе, коллективте ішінде отырсын бәрін мен жүргізем ғой. Не, әртіс болмайсың, әртіс болмайсың дейді. Қалеке, жақсы. Жақсы. Давай. Басеке не қылды? Штраф салды ма?
Жөнде правиланы бұзбай айдамайсың ба жөнде? Енді сізді тойға үлгертем деп. Өмір бой сен артын жауыммен келесің мен. Отыр оныңа қайттан. Болды. Ес алам. Жайдем енді. Сен бір театрдың директорының шоғырым деп блатной бола бермейсің сен? Қарап айдасай көзіңе. Болды, байқамай қалдым да басеке енді. Сізді тойға үлгердірейін деп қатшырып қойдың да енді. Сенің шоферің болайын ба? Жоқ, Қалеке ойбай. Айлық төлейсің ба маған? Жоқ, өзім айдайым ғой. Кек салайын. Болды басеке. Нағашеке солай. Солай да жиен. Ақыр үйленетін болдың бесей? Үйленетін болдым. Өзіңді ат үші жүрдің ғой. Жүріп қалдық қой. Анамен бір таныстырады, мынамен бір таныстырады. Ұзақ жүріп қалдың Жүріп қалдық енді. Сөйтіп енді біреуіне тоқтап отырмын енді. Біреуін бақытты етеміз ғой деп отырмыз енді нағашеке. Енді бақытты етесің ба, жоқ сорлатасың ба, оны уақыт көрсетеді енді оны. Түсінбедің нағашеке? Түсінбейтін несі бар? Мына заманда әйелді бақытты ету оңай емес. Машақат қой. Қияметтің қияметі ғой. Қойыңыз, үйдегі әжеме, анама қарасым бақытты болып жүр ғой? Ол баяғынан қанағатшыл қыздары. Қазір қыздары бұл басқаша ғой. Мүлдем басқаша ғой. Қандай сонда, қандай? Мысалы, баяғы әжелер болма, аналар, олардың байлығыңыз не деп сұрасаң, байым мен балам аман болсын, осылар байлығым дейді, болды. Ал қазір қыздар бүйтеді өткенде. Бір ток-шоуды көріп алдым телевизордан. Сөйтсем айтады. Әйел бақытты болу үшін оның 3 хайуаны болу керек деп қояды. Хайуан? Сөйтсем ол не деп сұрақ қойды жүргізуші. Қандай? Иығында норка болу керек дейді. Шуба. Опа! Гаражында ягуар тұру керек дейді. Машина. Хайуан ба? Спальнийінде арыстан жату керек. Деп дейді. Ұялмайды соны, сөйтіп айтып отыр. Көрдің ба? Ойба. Сөйтсе қазіргі қыздар адамға емес, айуанға тұрмысқа шыққысы келеді екен. Ойбай, не дейді қойсын? Жаман екен, Не дейсің енді? Салыстырма сен ол аналармен. Нағашеке деймін да, мен де келешек біреудің арыстаны болайын деп жүрмін ғой. Кән арылаш кән? Мяу! Мысықты болсай сен бірінші. Так что оңай емес. Көрерім деді басқа жазған нағашеке. Дұрыспан менікі? Әйел деген сондай бұл. Ол әйелдің орнынан шығу өте қиын. Сонда қалай кеше? Әйелдер мерекесінен аман есен өттіңдер ма? Аман есен өттім. Әйтеуір қырылып қалмай, жойылып қалмай, кәсаққа кіріп кетпей, ойыннан шығалдыңдар ма? Әйел жолдастардың? Кімге не сыйладыңдар? Ақсақал енді өзім бар ғой, әйеліме, келіншегіме не сыйладым, мынау комплект алтын сыйладым, бір рияды көздері бар. Біраз ақша қалдым. Шіркін, молодец. Сен не сыйладың? Енді ақсақал мен білесіз ғой, романтик жігітмін ғой өзім. Сөйтіп келініңізге 101 роза алдым ғой. Ортасында ақылдым қалған, мен қиып қызыл апармын. Келініңіз ырза ғой. Жетсіз қапсындар. Ал, қатындарыңды қатырыпсыңдар. Аналарыңа не сыйладыңдар? Кімге? Аналарыңа да? Мамашке ма? Мамашкеге звондап құттықтадық қой енді. Бір ауыз звондап. Сорды, айтып отқан сөзін қара. Сен ше? Мені бір ауыз звондап, мамашка мереке құтты болсын деп Жетсіз қапсындар. Ай, келіннің телефоны қанша? Номері ма? 8-700-304-16-18. Анаңның телефоны қанша? Мамашканың ба? 8-700... Білмеді. Ақмақ. Айтып отқанға. Сенің анаң телефоны қанша? Енді ақсақал тұр ғой телефонда, мамашка деп тұр ғой, не керек? Телефонда жазылып тұр ғой. Ақмақ. Әйеліңнің телефон нөмірін білесің жатқа. Саусағының размерін білесің. Неге анаңды барып ауылға барып құттықтап қайтпайсың? Күтіп отыр ғой сені, балам келеді деп. Ерте қарап тұр, осыны балдарың істейді сендерге. Балдарың істейді осыны. Құдай сақтасын. Сонда сенің қатының жылайды. Ана өзінің қатынына кетті деп. Құрмет деген бір-біріне болу керек қой. Өзін мәз болмай. Енді барып қайтпайсың ба анаңды құттықтап ауылға? 8 наурыз өтіп кетті ғой. Ақмақ. Ештен кеш жақсы дейді. Барып анашым кеше келе алмай қалдым, жұмыстан шыға алмай қалдым деп көңілін аулап қайтпайсың ба? Онда ақсақал бір торт алып барып қайтайын, мамашка 8 наурыз. Ақмақ, тортың керек еді сенің. Өзіңді көрсе риза болып қалады ғой. Бар, кетші бар, көзіме көрмей.
Сен ше? Онда ақсақал мен де әйтеуір бір кішігірім орамал алып барып қайтайын, мамашка. Орамал. Керек етсең орамалың. Орамалсыз отырма. Енді Ақымақ. мереке құтты. Барша кетсе көзіме көрінбей. Сөлді. Адам болмайды десеңдер.